Құрметті спорт сүйер қауым, Хан Кап және Бекбатыр Каппен Қызылорда облысының әкімдігі мен Қазақстан әуесқойлар футбол лигасы бірлесіп ұсынады. Футзалдың мекені болған Сыр елінде Қазақстанның және шет елден жиналған ең мықтылардың 10 миллиондық жүлде қорына және жеңімпаз команданы әуесқойлар лигасының атынан берілетін шетел еліне жолдамасының шайқасын бірге тамашалайық. Спортшылар үшін үлкен мүмкіндік, ал Сыр елінің футзал сүйер жанкүйерлері үшін үлкен мереке. 3 және 6 шілде аралығында Қызылорда қаласының Евразия спорт кешенінде өтеді. Келіңіздер, тартысты бәсеке мен жеңісті сәттердің куәсі болып, өз командаңызға жанкүйер болыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті Ортақ әңгіме YouTube каналының тұрақты оқырмандары. Бүгін бізде керемет подкаст болғалы тұр. Яғни Хан Бекбатыр Кап батыстан оңтүстікке қарай ат басын бұрып жатыр. Жігіттермен таныстырып жіберсең, Абзал? Таныстырып жіберейік. Осында бір жылдан кейін Ортақ әңгіме YouTube каналына қайта келіп отырмын. Көрермендермен тағы да осындай керемет турнирдің алдында осындай керемет подкастта кездесіп отқаныма шын жүректен қуаныштымын. Ендеше осы турнирдің ұйымдастырушысы, Хан Каптың құрылтайшысы десек те болатын шығар. Омар Ерболат бауырымыз бірінші, және осы турнирдің өтуіне атсалысып арнайы Тараздан келіп отырған біздің бауырымыз Нұрғали Элдар. Және көп болсын тастан, Абзал жол терек, біз тамаша подкастты бастаймыз. Турнир жайлы көбісінің, енді бірден мына сұрақтан бастайық. Көбісінің көкейінде жүрген сұрақ. Хан Кап негізі Құлсарыдан басталды. Одан кейін биыл Ақтауда болады деп жоспарлап, афишасын шығарып, аяқ асты оңтүстікке біздің Қызылордаға қарай бет бұрдыңдар. Сол жайында. Ассалаумағалейкум, барша көрермендер, қазақ елі. Енді осы турниріміз Алланың қалауымен уже 3-ші жыл өткізіп келе жатырық. Осы 2 жыл бойы Құлсары қаласында болды. Сонымен 3-ші жылды біз Ақтау қаласында өткізіп болдық. Белгілі бір себептерге байланысты Алланың қалауымен қазір осы Сыр елі Қызылордаға келіп қалдық. Жалпы бұл мақсатын түсіндіріп кетейін. Жалпы бұл турнирдің қалай басталды? Бұл турнир 3 жыл бұрын Құлсары қаласында өткіздік. Біздің жалпы мақсатымыз қазақ футболистерінің мықтылығын көрсету. Мен көп турнирлерде көрем. Келетте жаңағы басқа мемлекет өтіп кетеді. Бұл жерде бөліну емес, нәтиже емес, наоборот мотивация алып, қазақтар мықты болып, иншалла басқа мемлекеттерді ұтқызып, жалпы ең мықтыларды Қазақстанға алып келу басқа футболистердің. Сондай мақсатпен басталған Құлсары қаласында 2 жыл өтті. 2 жылда да Алланың қалауымен ең үлкен деңгейде өтті деп ойлаймын. Өзім үшін, басқалардың ойын білмеймін, өзім үшін ең үлкен деңгейде өтті, Аллаға шүкір. Сол кезде бізде мындай болды. Бұл турнирді біз басында бастаған кезде тек қана Құлсарыда өткіземіз деген ой болған жоқ. Бұны біз бүткіл Қазақстан қай өңірі бар, иншалла, мықты футзалға дамымай отқан жерге де барамыз. Енді дамытып ол жерге кішкене аудитория жинап барамыз. Қызылордаға келіп тұрған себептердің бірі аудиториясы мықты болып тұрғасын келіп тұр бұл жаққа. Бұл жақ енді ең болельшіктердің бірі, отанның бірі ғой, футзалдан. Мен большойды білмеймін, футзалдан отандардың бірі. Сол қазір Ақтауда сол причина сол болды біріншіден. Жалпы көп футболисттер енді кешірім сұраймыз, осыны көріп отырса, көп адамдар Ақтауға билет алып қойды, Ақтауға не істеп отпуск алып қойғандар бар. Оның қатарында сендер де барсыңдар енді. Енді сөйтіп біз жалпы Атырауға өткізгіміз келді. Атырау үйлеспей қалды. Ақтауға өткізгіміз келді, үйлеспей қалды. Ақтөбеге өткізгіміз келді, үйлеспей қалды да. Бір Алла тағала осы қалаға бізді бұйыртқан екен кәдімгідей. Келгеннен бастап қонақжайлығымен күтіп алып, осы зданияның иесі, мана әкімшіліктерден, адамдардан қолдау өте мықты болғасын. Осы қаланы таңдадық. Және де қасымда апашкім бар, көмектесіп жүрген. Сол Қызылордаға машинамен келдік қой біз, прямо 15 сағатта қанша мың километр. Соны артқа тастап келіп, осы жақпен келісім сөзге отырып кеттік. Енді сол сұраққа осылай ответ беремін, енді манағандай бір анаяқта өткізе алмай қалып, мынаяққа өткізіп жатқан емес. Бұл бізде мақсатымыз биік бұйырса. Барлық қалаларды аралап шығу. Бұл көшпелі турнир ғой былайша айтқанда. Әрбір қалада енді жыл сайын өтіп тұрады. Биыл Қызылордаға бұйырған екен. Алдағы уақытта сіздің де қалаңызда болсын дейміз. Осындай халықаралық деңгейдегі үлкен турнир әрбір Қазақстанның қаласында өтуге лайықты ғой. Барлық облысты аралап келіп, қалаудың бір шетелде қойса. Шетелде қойсақ деген. Бұйырса. Мен де. Элдар, өзің де
Элдар енді біздің білетін Элдар футзалдан сәл алыстау жігіт, бірақ футболдан, большой футболдан, үлкен футболдан, иә. үлкен футболдан жақсы хабар бар, өзінің аудиториясы бар. Ерболаттың досы, бауыры біздің Қызылордаға қасына қолдау білдіріп, көмектесуге арнайлап. Біріншіден рахмет сіздерге. Осындай үлкен қолдау жасап, арнайы өздеріңіздің парақшаларыңызбен қолдау жасап, осыны жеткізейік халыққа, көрсетейік. Осындай турнир ұйымдастырылып жатыр алғаш рет біздің Қызылордада деп. Бізден подкаст жүргізіп, сіздерге де Алла разы болсын. Өсіңіздер, өніңіздер. Құдай қаласа, сіздердің арналарыңыз Қазақстандағы белгілі мықты бір арналардың бірі болсын. Аумин. Енді қызылордалықтар әсіресе құттықтаймын. Алғашқы футзалдан международный ең үлкен турнирлардың бірі сіздердің қалаларыңызға келді. Енді біз қолымыздан келгенше сіздерге ұнайтындай керемет көңіл-күй беретіндей турнирді ұсынатын боламыз. Сіздер тек қолдап келсеңіздер болған. Қазір енді әңгіме барысында, подкаст барысында еркін әңгіме, сосын біз жеке сұрақ емес, кәдімгі халықтың ойында жүрген, бізге келіп жатқан, осы жігіттерге арнайы қойылып жатқан сұрақтардың барын осы жерде қоямыз, соған жауап алатын боламыз. Сонда бізде бірінші сұрақ қаржы мәселесі. Енді бәрінде де қай жерде болмасын, турнир өтсе ақшаны есептейміз ғой, бірінші осындай деген сияқты. Пайда табайын деп жатыр. Пайда табайын деп жатыр деген. Қазір енді біздің де білгіміз келіп отыр, енді ол жайында Ерболат толықтырып айтып береді. Иә, билет мәселесі ғой, оның ішінде билеттің сатылып жатырған туралы. Сосын бұрын соңды бізде осы Евразияның ішінде, білмеймін енді басқа спорттан қалай болған, мына орындықтарға билет сатылған жоқ. Тегін келіп отырып жүрді ғой. Сол билетті сату қаншадан болып жатыр, бағаларын, жалпы сол организаторлық жағын бір түсіндіріп жіберсең. Жаңа айтып отыр, Элдар қолдаудан басталды ғой. Енді сендерге де рахметімді айтып кеткім келеді. 3 сағат жарым анаяқтан келіп біз үшін қолдау беріп жатқан өзі ол бірінші қолдаулардың бірі деп айта аламын, үлкен қолдаулардың бірі. Мына жерде көбінің сұрағы жаңағы не ғой, ақша мәселесі. Көбісі ақша санайды, бізде енді қазақ болсақ өзімізге тиеді, бәріміз сондаймыз ғой, кей кезде сөйтіп кетеміз пенделікпен. Бірақ бұл жақта мақсатымыз не үшін билет сатып жатырық? Бұл жерде біріншіден мен өзім андай үлкен кәсіпкер емеспін. Мен қазақтың қарапайым өздеріңіз сияқты баласымын. Осылай жоқтан бар жасап жүрген. Өйткені мен өз-өзіме дәлелдегім келеді, нөлден де барлық нәрсені істеуге болатын. Өйткені ойлап, қазір сіздерге айтсам күлкілі шығар, мынаның бәрін өзім осылай ұйымдастырып істеп жатқан нәрсе. Қазір көп спонсор жоқ, тек осы Қызылордадан 1-2 кісілер бар, қазір көмектесіп жатқан. Оны Алла қаласа баннерге іліп қоямыз. Және де осы Құлсары қаласында әпкем бар. Осы Бекбатыр деген команданың спонсоры, сол әпкем көмектесіп жатыр. Ал мына билеттің ақшасы қайда кетеді деген сұрақ бар. Бізде Алла қаласа бұл турнир просто өтіп кетпейді. Біздің үлкен мақсатымыз бар бұл турнирді өткізу. Бұл турнирді қазақ елі ұмытпақ түгіл, шетелдіктер көріп, мынандай турнир бар екен ғой Қазақстанда да дегендей, шетелдіктер қызығып, келесі жылы басқа жаққа істесек те, осы жаққа істесек те келетін деңгейге жеткізу. Енді билет мәселесі қазір бізде 500 теңге деген ол көбісі сұрап отыр. Ол не деп? Ол 500 теңге стоящий болады ертең бізде. Ал орындар қазір 2000 теңге, 3000 теңге финал күнге. Бізде қазір ертең сыйлықтарымыз бар беретін. Дубай бар, Турцияға бар, және де тағы да басқа бағалы сыйлықтар бар. Және де көрермендерге арнайы шоу программалар дайындап қойдық. Арнайы ойыншыларды қазіргідей жұлдыз ретінде шығарғымыз келеді. Просто так шығарып ойнап кету емес, ол финалға жету, ол екінің бірінің қолынан келмейді. Ол үлкен жетістік, ол финалға жету деген. Қанша 20 команданың ішінен мықты екеуі шығады тек. Соларды неге құрметтемеске? Соларды құрметтеп бұйырса шоу программасымен шығарамыз. Алла қаласа қазақ елінің туын көтереміз иншалла. Басқа да тағы басқа нәрселер бар. Одан бөлек бұл жерде мен өзім әрқашан өзім үшін бірінші орынға қоятын ол садақада бұл турнирдан. Бұл турнирдің садақасы ертең осы жерде келген көрермендердің бәрін септігі тиеді, және де осы ұйымдастыруға көмектесіп жатқан бауырларым да септігі тиеді. Алла қаласа осы Қызылорда қаласының бір спортсмені, оны ертең сол жерде айтамыз, түсіндіріп береді. Маған шет жағасын айтты, мен өзім ниет етіп келдім біреуге көмектесуге. Алланың қалауымен кеше маған айтты сол кісіні. Сол кісіге бұйырса көмектесейін деп жатыр, үлкен қаржыда бір үлкен спортпен үлкен бір жаққа кетіп жатыр, қаяққа кетіп жатқан білмеймін, бір шетелге кетіп жатыр. Қолдау ретінде соған бір өзінің бір подаркасын алып берейін жатыр. Мүмкіншілігі жетпей тұрғасын осылай спонсорлардың, осы көрермендердің арқасында басқа да
турнир өткізетін адамдарға мотивация болу үшін бір сөзбен айтқан кезде. сол алған 2000 теңгеңе может Дубайда жүруің мүмкін дейсің ғой. Иә, бұл бір жағынан билеттің сатылуы, бағанада айтып жатырмық қой, бір мәдениеттің де бір белгісі. Өйткені осының алдында да турнирлер болып жүр ғой Евразияда, бірақ билет болмағандықтан бір орынның өзіне қаншама адамдар таласып, таң атпай ұйқыдан келіп, охранниктен бірінші келіп алады. Орын алу көрдім ғой, 6-та келіп алады адамдар. Содан келеді да дағанса отырады. Сол қыстырылысып. Тамақ жеп бір жерге шыға қояйын десең, уже орнында басқа адам отырады. Сосын амал жоқ. Әркімге жалына отырасың. Жалпы бұл қазір тегін нәрсенің қадірі жоқ қой, білесіңдер. Қазір туалетке кірудің өзі ақша, любой жерде. Қазір бұл айтып отырмын ғой, жаңағы билет алып алған адамдардың өздері үшін рахат. Например, билет орны бар, ема, тұрады да бір ойында көргісі келмейді, например. Ал ана жерде отырсаң, амал жоқ қарап отырасың да кей кезде, орнына басқарып отырып қалмасын. Орны жоқ, орны бар, билеті бар ма, орны тұрады да кетіп қалады, үйіне бар, тамағын ішіп кетті, қайтып келіп отырады. Оның орнына басқа біреу отыра тұруға болады ол кезде. Ол орын пустой тұрып, ешкім отырмау деген жоқ ол. Отыра тұруға болады, бірақ өзі билетімен келген адамды көрсе, енді көрген адам сана сезімінде бар ғой, орын сатып алған, ол сатып алмаған деген сияқты. Билетін көрсетті, мына жерде волонтерлар болады, арнайы. Аға ренжімеңіз, орныңыз біреудің орны дейді, тұрғызып, сол адамды отырғызады. Например, сен де келесің, туалетке шыққың келіп тұрады, туалетке барып келгенше орныңа біреу отырып қойса неприятно ғой. Ал ақшамен кірсең, сен өзің құныңа сатып алдың ғой оны, өзің бір күнге сатып аласың билетті. 2000 теңгеге бір күн бойы отырасың сен. Bir күнде 9 ойын бар ма, 9 ойынды қарайсың сол жерде. Сондай ол. Елдар өзің футзалға қызығасың ба былай? Жоқ, негізі мен үлкен футболдың жанкүйерімін ғой. Манчестер Юнайтед. Сэр Алекс Фергюсон кезінде. Зиомалар ғой. Қатар отырып қой. Қатар отырып. Негізі Манчестер Юнайтедке осы жерде айтып жіберейін тағы. Нағыз футболды түсінетін адам Манчестер Юнайтедке жанкүйер болады. Дұрыстырып кете береміз ба? Өзімізге қатты қойдық, негізі футзалға қатты әуестігім болмаған. Шақырған жерлерде көремін, бақылаймын, сырттай білемін. Жетістіктерін де білемін, футзалдан біздің Қазақстанның жасап жатқан. Қайраттың жетістігін де білемін, осы биыл ғана болып жатқан. Лига чемпионатта 2-ші орын алды, мысалы. Жақсы, өте керемет. Енді мынау турнир әуесқой деңгейде, үлкен қаржы тігіліп жатыр бәсеке. Әуесқой деп те уже айтуға болмайды ау, ана составта игроктарды көр. Жоқ, енді ол арасында профессионалдарды мен білмеймін, оған кіріспеймін. Бірақ енді деңгейі әуесқой арасындағы халықаралық осы жарыс. Енді сіздерге қызылордалықтарға үлкен той ғой енді бұл. Еуропалықтарда қарасаңыздар мәдениет деген бар. Олар дайындалады. Формаларын ке, жанкүйер болу үшін, таңнан бастап бала шағалармен, бүгін футбол көруіміз керек, жанкүйер болуымыз керек деп мәдениетті қалыптастырып келеді. Отырған орындарын таза ұстайтын кісілер болады. Өздері бар жантамен демалатын кісілер болады. Ол қырылып, бұл жерде төбелесу үшін келмейді олар. Олар науры демалу үшін келеді. Рахаттанып, жан ішіндегін шығарып, жанкүйерлік етіп, бәрі марқайып кету үшін. Сол мәдениетті біз көрсетейік. Халықаралық деңгейде қарай, сен әуесқой деп тұрсың ғой, мұна біз енді бақылап отырмыз, абзал барлығымыз. Командалардың өзі инстаграмдардың стористерін қарап, Россияның сборниктері, иранецтерің бар, арасында бразильцтер жүр, тағы не? Колумбийцтер, Өзбекстан, Тәжікстандарды айтпай қойғанда, қазақтың профтарының өзі қанша жүр? Бұл бала деген андай көрмеген ғой, футзалда болельщик дегенді, бұл әлі мойындамай жүр. Сол қызылордалықтарға көрсетсе болды, соған ертең қызығасың. Енді мен үлкен футболдағы жанкүйерлерді көргем. Үлкен эмеулардың ойынын көрдім, Галатасарайлардың, Бешикташтардың. Бірақ енді мен әлі футзалдағы жанкүйерлікті лық толы болған стадионда әлі көрмедім, шыны керек. Бірақ енді алдағы уақытта көреміз. Бірақ мен бір нәрсені айта аламын. Жаңа сіздер айтып отырсыздар ғой, орынға талас деген, сол мәдениетті біз өзімізден бастап, әр адам, мысалы, осы жарысқа қатысатын, әрбір адам мәдениетті өзінен бастау керек. Мынау орын ба, орынға кәдімгі дұрыстап қарау керек та. Осы жерге келдің бе, өзіңнің қандай тәрбиелі, мәдениетті екеніңді көрсет. Өйткені біз айтып отырмыз ғой, халықаралық жарыс, турнир, алғаш рет ұйымдастырылып. Қонақтар келеді қанша? Мысалы, қонақтар келеді, басқа қаладан келеді. Спортшылар бар, сіз айтып отырсыз, Бразилиядан келеді деп отырсыз, Колумбиядан келеді, Ресейден келеді деп отырсыздар, сол спортшылар,
біздің мәдениетімізді көру керек, ол біздің тәрбиемізді көру керек. Ол кісілер ертең қайтадан келетіндей біздің қазақ халқының қандай жаңағындай көрегенді, оқыған, тоқыған мәдениеті, тәрбиесі қалыптасқандығын біз соны сырт көзбен көрсетіп жіберуіміз керек. Олар бізді кәдімгі мақтап жіберу керек. Аналар қой құрсын, орынға таласып отыр ғой демеу керек ол. Олар кәдімгі біз мәдениетімізді солай көрсетуіміз керек. Әр адам өзінен бастаған дұрыс та. Мәдениетті. Жаңа айтып жатырмық қой, стористерден қарап отырып, профессиональный енді аттары, ат үркейтін ойыншылар келе жатыр деп. Солардың арасында легионерлерге шектеу жоқ дедіңдер, профтарға шектеу жоқ. Әуесқойларға сәл бір не болып қалмай ма? Ол жағы қалай өткен еді? Жоқ, по-любому профтың аты проф қой бұл жерде. Әрине, бұл жерде көп турнирларда Кіммен состав қараймыз деп кішкене андай не істеп кіммен кететін бар да. ақылдастың, состав қарайтын кезде? Ондай мен ақылдасқан жоқпын, өйткені көп турнирлерде мен айтып отырмын ғой, кішкене состав қараймыз деген әңгімелер болады да. Ол мен ойымша ол дұрыс емес, өйткені болғанда келгісі келетін адамдар бар, турнирді ойнап көргісі келетін. Например, бізде де кішкене ақша жиналып балдармен ойнап көргіміз келеді. Өйткені андайда мен турнирге қатысайын жатқаннан кейін сен маған қатысасың командамен. Мен бірақ бірінші біреудің ақысына кіріп кетпеу үшін сразу айтамын, брат, сіздің составыңыз қалай? Осылай балдарымды ойнатып көрейін деп едім дейді. Өкініп қалмайсыз ба, ертең кішкене ақшаңыз 400 мың теңге, ол взностың ақшасы 400 мың. Ертең минусқа кіріп кетсеңіз, андай ренжіс болмай ма? Жоқ, мен балдарыма кішкене опыт жинатқым келеді. Мынандай ойыншылармен ойнатқызсам, ол деген біз үшін мәртебе ғой дейді. Болды аға, онда давайте, пожалуйста, мен сізде шектеу жоқ деймін. Ескерту менікі. Ескерту менікі. Ал жаңағындай мен ескертпей, аға кіре беріңіз деп, мен ақша үшін жүрген адам болсам, кіре беріңіз, қатысай беріңіз деп, анаяқтан ертең профтарды көріп, мен профтарды көрсетіп жатқанымыз сол себептен, ертең келіп шошып кетпесін деген сияқты. Сол үшін бір-бірімен ойнап, ана жылы сборная Россиямен біздің қазақ құлсарының финал. Біздің мықты балдары ойнады, құлсарының мықты балдары. Зато олар деген қандай эмоция алып, Бейнеудің балдары, мықты балдар көп бізде қазақ балдар жалпы. Мен қалаймын сол қазақ пен шетелдіктер, например, профта ойнап жүрген балдар, осы жерде любительскийлер көрініп қалатын жер жалпы. Мүмкін бұны бар ғой, бағжанып кетуі де мүмкін. Бұны жалпы скауттар бақылап отыратын турнир ғой жалпы. Мақтанғаным емес, бір Алланың қалауымен солай бақылап отырады. Бір адамды мүмкін басқа команда шақырып алуы мүмкін. Ал бір профта жүрген команда мүмкін, анаяқта көрінбей қалатын игроктар бар, профта заменаға отырғызып қояды, оны ойнатпайтындар бар. Өйткені шетелдіктің бапкерлері келеді де, жас бала ғой деп отырғызып тастайды. Сондайлар мүмкін осы турнирден көрініп қалып, мына қалайық мынаны деген сияқты. Маңдай жарқылатын. Мүмкін менің турнирімде бір бағы жанып кетеді. Мен жалпы ниетім, жалпы адамның бәрінің өзі ниетке байланысты ғой. Жалпы ниетім сол, біреуге пайдам тисе екен. Осы турнир арқылы біреудің бағын ашып, біреуге бір халыққа шоу көрсетсек, халыққа жақсылық көрсетсек деген жаңада айтып жатырмық қой, ақша емес мәселе. Ертең Алла қаласа осы жердің Қызылорданың көрермендері, басқа жерде жақын жерде тұратындар келсе бар ғой. Біз Алла қаласа 6 күні дәлелдейміз қол іспен. Алланың қалауы, бірақ мүмкін бір істеріміз болмай қалып жатса, керісінше сынамай, керісінше поддержка беру керек. Бұл жерде мана айтып отқан мәселе, бір-бірімізді қолдасақ біз өсеміз де. Ал ешқашан біреу артқа тартатын болса, адам өспейді. Қазақ мықтылығын осы жерде көрсету керек. Мен Қызылорданы не үшін таңдап тұрмын? Қызылорданың болельшіктері мықты екенін көрсетіп тұрмын. Мықтылығын сол қазір осы жақта болатын турнирлар, мен просто ішім күйетіні медиа жағымен жұмыс жасамайды, бір сөзбен айтқанда. Медиа жоқ деп айтуға болады. Ол көріп отқан адамдарда мүмкін келесіде медианы жүргізетін шығар ол кісілер. Медианы жүргізу керек, өйткені медианы жүргізген арқылы сен әлемге көрінесің. Ертең Тука бауырымыз келе жатыр, Алла қаласа. Оны білесіңдер. Әр голын салады ертең ол. Ертең ол келіп подкаст түсіреміз қайтадан Тукамен. Тука, Алла қаласа. Тука деген осылай футзалды дамытып жүрген балдардың бірі ол. Астанада голдар түсіреді де, ол 10 миллион, 5 миллион андай просмотрлар жинап кетеді. Ол, например, біздің қазақ балдарды шетелдіктер көріп қалады, например. Сондай сияқты, сондай адамдарды шақыру керек, салып турнирден ақша аямау керек. Мен, например, түсіп жатса, барынша біреулерді шақыруға тырысып жатырмын. Қонақ шақырып жатырмын. Оның бәрін істеп жатырмын, ал көбісі манандай билет сатып жатқанға ойлап жатыр, ақша тауып жатыр деп. Бұл жерде сол мақсатымыз сол ақша табу емес, керісінше бір жақсылық істеу. В общем, шулатайық деп тұрса. Иншалла шулатайық деп тұрмын. Бұл тек менің қалауым емес, бұл халық қолдаса, оны шулатамыз. Ал тек мен бір қалай айтатын еді, бір адам өзі шаң татмас дейді ғой, бір адам жаяудың шаңын не істейді? Айтпай-ақ қойған. Айтпай-ақ қойық дейді. Осы сол түсіндіңдер ғой, Алла қаласа енді халық қолдаса, біз дайынбыз. Біз ары қарай да Қызылордаға қайттан келуге дайынбыз, егер де мықты өткізсек бұйырса. Бірақ Алла қаласа келесі жылда Ақтау қайттан пландап отырмыз. Алла қаласа сендерді қайттан шақырамын Ақтауға. Биыл біз Абзал екеуміз негізі сценарий бойынша
Каспийдің жағасында жатырық жатқан бәріміз едік сол қой. жақта жатыр жалпы. Евразияда отыр. Келесі жылы Ақтауда болса бару керек негізі. Алла Ақтауда қаласа, мен иә. көрмеппін. Біз сол Әдемі қала, күшті қала дейді. енді жылдан жылға адамда опыт болады ғой, договорға отыру деген сияқты, жаңағы келісім шарт деген сияқты, жаңа жай қарамау керек. Өйткені біз қазір айтып отырмық қой, біреулерге күлкі шығар, бірақ мен үшін бұл Алла қаласа Лига чемпиондықтан озатын турнирлардың бірі. Өйткені Аллахқа мен сенемін, мен өткізетіме мен дұға тілеймін, ол жетемін мен сол күнге де. Маған ешкім сенбесе де мен Аллахтан сұраймын, өйткені сол күнге жайлы-жайлдан жетіп келатырмын. Өйткені біреулердің бірнеше жылдап жететін несіне, опытына Алланың қалауымен, Аллахтың арқасында қазір мен 3 жылда уже жетіп жаттым да. Бұл деңгейге жеткізіп жатқан мен Алла тағала. Сол үшін мен манағы айтып жатырмын ғой, садақа беру, соның бәрін осындай құттай мелочтар арқылы, біреулерге мелочтар арқылы соны жеткізгім келеді адамдарға. Ертең Алла қаласа бір кісі, ол жігіт келмейтін шығар, анасы келеді, бірақ енді ана жерде отқан адам, менің де билетімнің арқасында осы жігітке пайдам істеді. Мүмкін ол чемпион болып келсе, Алла қаласа ертең ана жақтан айтады ғой, осы халық, Қызылорда халқы мені қолдады деген сияқты. Және де бұл турнирға тек Қызылордадан бөлек Атыраудан қаншама адам келе жатыр. Ақтөбе, Қазалының өзінен қанша адам келеді. жан жақтан келе жатыр. Алла қаласа үмітін ақтау біздің мақсатымыз, ниетіміз солардың үмітін ақтау, Алла қаласа. Енді Келесі сұрақ. негізі мына ренжімеңіздер, сөздеріңізді бөліп қойсам. Бұл еркін формат қой бізде деп дейді. Мен байқап отырмын ғой, мысалы бізде қазақты қазақ қолдау керек. Сондай өзіміз соны әбден қолға алуымыз керек негізі. Қазір негізі шамал біреу көтеріліп келатса аяқтан шалу деген бар ғой бізде. Оны қою керек. Әр қазақ, мысалы сіз, мен, біз, сізді деген сияқты бір қазақ бір жақсы іспен айналысып жатса, барлығымыз демеп бір көтеріп жіберсек. Мысалы қазір біз бастама жасап жатыр ғой, Хан Кап деп үлкен турнир жасап жатыр. Мысалы осы 3-ші жыл ұйымдастырылып жатыр. Енді бұл деңгейін көтеріп, неге біздің өзіміздің елдің атынан Лига чемпион сияқты өзі айтпақшы, бауырымыздың Ерболаттың өзі айтпақшы, сондай үлкен деңгейлі ертең турнир болса, Қазақстанның турнирі деп айтатын. Айтпайды ғой, Құлсарының турнирі демейді ол кезде. Қазақстанда турнир бар дейді. Хан Кап деген деп ше. Сол үшін біз әр жігіт, әрбір азамат, міне еліне, халқына жаны ашитын, әрбір салада жүрген азаматтар, барлығымыз атсалыссақ, бір кішкене демей жіберсек болды ғой. Бұл тамаша болады. Сосын бұған дейін Хан Кап болып келді, биыл неге Хан Бекбатыр болдық, соңында бір кішкене. Бұл жерде қазір мәселе мынай да, мен Ақтауда өткізбей алғандан кейін менде жалпы Бекбатыр Кап деген турнирді мен жылда екіншісі, бұл турнирім әпкемнің турнирі, соны өткіземін. Ал ертең мен Ақтауда өтпей алған себептен не мынауда жоқ, не мынауда жоқ болып келіп тұр. Сосын менде ой келді, неге бірікпеске деген сияқты. Менде вообще андай қызғаныш жоқ. Алдағы уақытта да басқа кісілермен қосылатын шығармын, Алла қаласа. Немесе осы әпкеммен жүрсем, әпкеммен қосыла беремін. Солай сияқты менде бұл турнир біріксе, жалпы біріккен оңайырақ болады жалпы бұл жерде. Жеңіл болады, бірақ ответственность бәрі менде. Кішкене ақшалай көмектеседі, бұл кісілер маған ақшалай көмектеседі. Енді нормальный көмектеседі ақшалай. Бірақ ответственностьтің бәрі менде мына жерде. Сол үшін уайым бәрі менде да. Ал ол кісілерге оңай болады заты. Маған қасыма қосылған адамдарға оңай болады. Не үшін? Олар уже команда іздеймін деп уайымдамайды. Қайда болады, не істеп жатыр, форма не болып жатыр, кубок не болып жатыр. Бәріне тек мен ойлау керек, мен ойлаймын. Мен өйткені ол менің жұмысым. Мен соны жақсы көремін, мен ұйымдастыруды жақсы көретін адаммын. Мен маған шоу жақсы көремін, маған халықты например, бір адамның еңбегін бағалағанын жақсы көремін да. Еңбегін, нәрсесін бағалап, соны кішкене көрсеткенін жақсы көремін. Енді мынау Алла қаласа 3-нен басталатын турнир осы Евразия спорт кешенінде өтеді. Бұған дейін білесіздер, турнирлердің барлығы осы Қызылорда қаласында 4 залда өткен болатын. Бұл ерекшелігі турнирдің Евразия спорт кешені осы жерде өтеді. Барлығы бір залда өтеді. Барлығы номероктармен жігіттер жабыстырып жатыр қазір. Столдардың барлығында номерокпен жаңа айтып кеттік. Одан бөлек мына жақта қазір баннерлер болады. Іштегі барлық жағдай жасалған. Командалар арт жақтан келеді. Сосын бағанада айтып жатыр, полный ОМОНдармен осы жерде барлығы қамтамасыз етіледі. Одан бөлек волонтерлар осы жерде әрбір келген көрермен үшін жұмыс жасайды, орын реттеп береді деген сияқты ғой. Сосын одан бөлек тағы да сұрап жіберейік. Қанша төреші болады жалпы турнирде? Бізде қазір төрешінің басшысы осы жақта Дидар ағамыз. Сосын Сұңғат деген ағамыз бар, сосын Жандос деген ағамыз бар. Ол профессионализм, құрақта жүргендер. Енді жаңа да манандай Астанадан келетін бар, Алматыдан келеді, Тараздан келеді.
ошо 6 или 7 точно ол жағын білмеймін. Ол жағына мен андайда бір кісіні, например, ответственный кісі ма, мен соған тапсырып қоямын. Жаңа, например, медиа жағын ініме тапсырып қоямын деген сияқты. Әр істе бір адам болатын болса, ол жеңіл болады. Жеңіл, әрине. Төреші жағынан енді Алла қаласа менің өзімнің үлкен сол арманым сол манағындай ғой. Ең үлкен турнирда манағындай бір төрешілерден кей кезде пенделікпен бір көрмей қалатын жерлер бар да. Сондай бір қателіктерді болдыртпау енді барынша енді. Сол үшін қазір мына жерде біз 6 камера қойып жатырмыз. 6 камера болады. 6-да 7-8 камера алып қоятыр запасныймен. Бұл жағына біз ешқандай ақша аяп жатқан жоқпыз. 8 камера дейді. Жан жақтан түсіреді. Кәдімгідей ғой. Вар деген 1/4-тен басталады, Алла қаласа. Например, бізде ерекшелігі ертең вар басталған кезде, енді нағыз ойындар сол кезде басталады ғой. Әр команданың представителі варға кіріп қарай алатын істеп жатыр. Өйткені бір-бірімен дау болмау үшін варға кірді, главный судья кірді, бір-бір представительдер кіреді де қарайды. Мына қате бізден екен ғой. Ол екеуі қол салысты кетті. Ойыннан шыққаннан кейін бір-бірінің артын жамандау, анау-мынау бір-бірімізге зиян тимеу үшін кішкене сондайды қалыптастырып жатырмыз. Және де бізде ерекшеліктердің бірі, Алла қаласа, групповойдан бастап қызық болатын істеп жатырмыз да. Бәрін сол жылдан жылға бізде жоқ нәрселерді шығарып келе жатыр. Бізде групповой дамытып деймін. Көп турнирлерде енді біздің бірінші турнирімізде сондай болған, бірінші турнирде групповой қызық емес болады. Өйткені групповойда бір-біріне кей кезде ойын беріп тастайды деген бар. Иә. Ол ойын беріп тастау енді жалпы көріп отқан адамдарға айтайын, жалпы ойын беріп тастау деген ол ең жаман нәрсе. Алла тағала алдына әкеліп қояды ол адамды. Сосын кейін барады да өкінеді адам. Сондайды болдыртпау үшін, сондайға себепкер болып қалмау үшін біз бірінші орын сразу бір автоматически 1/4-ке өтетін деп істеп қойдық та. Сол кезде ешкім орын бермейді, ол бірге таласады. Группаның өзінде бірінші орын алуға таласады. Өйткені ол бір ойын демалады, бір ойын демалған өзі ол бір мықтыдан қашып кетті деген сөз. Көрдің бе? Мынандай үлкен ханкап үлкен турнирде ол 1/4-ке дейін сен бірден секіріп кетуің өзі үлкен жетістік қой ол саған. Ол жерде ойын беріп тастайыншы деген, ойнамай қалайық мына ойында нормально ғой, тұрқ деген жоқ общем айтқанда. Давай до конца ойнаймыз, до конца болды. Халыққа не керек? Шоу керек. Халыққа ойнаған керек. Болды, соны істедік, например. Сосын жаңа айтып жатырмық қой, барлығы бірден сол күні басталады да, финалдық ойында осы жерде Ерболат бауырымыз дайындаған ерекше шоулар болады. Оның барлығын осы жерге сіз келесіз, көресіз, орныңызға отырасыз. Айтпаймыз, просто келіп көруіңіз керек. Біз жаңа естіп жатырмыз, біздің өзіміз мына жерде тұрып таңғалып жатырмыз да. Ал сіздер оны сол көзбен көрген кезде одандай ерекше әсер болады. Ту енді ол барлығының қолында. Қазақстан туын ұстап 1000 ту алдырып отыр. Жалпы 1000 план болған, бірақ қаражат жағы жетпей қалғансын 1200. Жалпы туға да көмектескен ағаларымыз бар. Мен ол адамдарды ешқашан ұмытпаймын, маған көмектесіп жатқан. Ертең, например, өсеміз деген сияқты ол кісілерді ұмытпаймын ешқашан, қандай көмектесіп жатқан адамдар. Қызылордадағы адамдар осындай кішкентай ту ма? Үлкен ба? Мынандай ту, үлкен ту ұстап тұрамыз. Барлықтарың онда қолдарыңа тағып плюс ту ала келдіңдерші. Сол, например, жақсы адам жақсылығын ұмытпау керек ешқашан. Например, сіздерде келіп 3 сағат жарым жол тастап келдіңіздер. Сол жақсылықты ұмытпау керек та. Әр адам мына жақта да кеше кісілер күтіп алып жатыр, Қызылорданың кісілері. Ертең айтып жатыр да. Группада мен ең вообще өмірімде бірінші рет болған қызық жағдай. Енді турнирларды көрдік қой кешен. Ешқай жақтың турнирінде біреуді қонақ қылмаған ешқашан. Бұл жақтың командалары бар, 4-5 команда қатысып жатыр Қызылордадан. Сол жігіттер ұйымдасып ертең жан жақтан келген командалардың представительдерін басын қосып жатыр. Танысайық. Менің ниетімде сол болған. Бұл жерде бауырмашылық дамыту. Көрдің бе? Ниетке Аллах Тағала сол кісілерді беріп қойған ғой маған. Ниетіме. Ол кісілер ертең танысса, бір-бірімен бауыр болып кетсе, біз сіздермен бауыр болып кетсек, несі ағайып ол? Наоборот, рахат емес па? Бір Қызылордадан өтіп жатыр, сендерге соғып кетеміз. Немесе сендер Құлсардан өтіп жатсыңдар, Алматыға келесіңдер, бізбен танысыңдар деген сияқты. Бір-бірімізге көмек. Бұл жалпы турнир, бұл спорт деген, бұл төбелес емес қой. Бұл жерде достық, жаңағы достық қарым-қатынас, бір-бірімен күшейту мақсатымызға жеттік та, Аллаға шүкір. Енді жаңағы ту мәселесі ғой мына жерде жатқан. Мен тудағы арманым вообще футзал саласында олай мана мың түгіл бір 500 туды ешкім көтеріп көрмеген. Мен зерттеп шықтым да, почти қарап шықтым. Футзалда болған жоқ ол? ChatGPT деген родной бар ғой қазір. Солармен сұраймыз. Даже мына неде де Нұрлан Қоянбаев бергенде де ол 1000-ның үстінде емес, большойдың өзінде де, например. Нұрлан Қоянбаевта жалпы ненікі екен, осы Қызылорданікі екен. Мен сол жалпы кеше видео түсіргіміз келген. Қызылордаға өзіміз тегін ту алып келдік, неге қолдамасқа келдік деп. Мүмкін сондай челлендж түсіріп қаламыз. Келіп, ол кісілер қолдаса да бізге. Арнайылы, ренжіме сөзіңіз бөлейін. Арнайылы камера қаяқта, мына жақта, тікелей
арнайылап Нұрлан Қоянбаев ағамыздың бастауы бар. Иә? Иә. Сол кісіге видео жолдама жасаймыз. Жасай алла қаласа. Бір ауыз айтамыз. Өзінің туған жерінде, Қызылордада, ол кісінің туған өлкесінде үлкен турнир болайын деп жатыр. Неге ол кісі осы жерде ұйымдастырылатын үлкен осы қолдауды өзі кеп қолдаса деген біздің бізге манағыдай ешқандай қаражат керек емес, тек қана қолдап кетсе болды бізге. Иә, осы жерде 1200 ту. Ертең ойлап қараңызшы, залдың іші көккүмбек болып тұр, экран көккүмбек. Просто елестетуіне кайф қой да. Күнде келемде елестетшім. Осы жерін қиямыз да, TikTokқа, сосын Instagramға салайық. Сосын YouTubeқа да полный Нұрлан Қоянбаев ағамызды белгілеңдер. Иә, TikTokта мысалы барлықтары көреді ғой, жіберсін, иә. Ол кісіге арнайылап астына 1200 ту деген ол жалпы көзге вообще просто былай санмен не болып шығар, алла қаласа қолмен. Орындықтың өзі 570 ма? Орындықтан бөлек ұстап тұрып сен елестетіп бара. Нерге батырларымызды шақырамыз, алла қаласа. Ол кісінің өзінің туған өлкесінен бастасақ деп жатқаным ғой. Сол челленджді. Уже оны көрмей тұрып елестетудің өзі осы кезде біз тамаша болып тұрмыз. Сосын былай қылайық. Үйлерінде ту болса ала келіңдер, өздеріне. Ала келіңдер. Плюс та ғана барабан, не ұратындар болса, ол обязательно ғой, ол ертең көресің ғой. Шулатайық та. Жалпы турнирдің деңгейі өте жоғары. Былай қылайық, біздің YouTube-тан көріп отырған енді ақша туралы мәселе болмай шығады ғой мен. YouTube-тан көріп отырған көрермендердің арасына бір 2 билет болды, атамыз иншалла. Комментарийге. Кез келген қолдау сөздерінде. Комментарийға қолдау сөз немесе туды сала салсын, болды біз. Хейт жазбаңдар, отпайсыңдар бірақ. Қолдауларын жазып кез келген. Соның ішінен 2 адамға біз бірінші алғашқы күн 3 күнгі ойынға 2 билет тегін береміз. Жақсы ғой, қолдаса. Мысалы, біздің қазақ өзі сондай мықты рухты халық қой. Мысалы, ол адам қателесуі мүмкін, жаңылуы мүмкін. Бірақ ол кісі білу керек. Осындай үлкен өсем деген жігіттерге сәл ғана қолдау білдіріп жіберсе. Сөйлеме, жаман сөз сөйлемесең де, оның өз қолдау. Болды ең бастысы сол. Мелочь және приятно бар, например, су беріп жатыр да ертең. Қай су екен ұмытып қалып тұрмын атын. Бір кісілер су беріп жатыр, ертең командалар өзімен бірге су тасымайды, ойлап қарашы. Су? Келдің, жоқ, басқа осы сияқтың суы, атын ұмытып қалып тұрмын, ертең баннер келеміз ғой. Сол кісілер барлық командаға қанша 200 блок су әкеліп тастап жатыр. Ертең каждый командаға су береміз, ойлап қара. Мына Арафат кафесі, например, маған скидка істеп береміз жатыр командаға. Просто кішкене мелочь болғанмен қандай көмек. Кайф қой, приятно ғой, ойлап қарашы. Қолдау ол деген. Өйстіп жан жақта өңірлерде қолдаса, мен айтайын, бұл тез өсеміз, алла қаласа. София суы. София деген су, София суын ішеміз бүгіннен бастап. Бүгіннен бастап деп жатсыз ғой. Макси чайды қойдық деп. Жаңа бағана айтып жатырмыз ғой, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейміз ғой шынымен. Егер расында біз Ерболаттың осы жерге бұл турнирді ұйымдастырып жан жақтан қолдап жатқанына шын жүректен қуаныштымыз. Турнир өзінің деңгейінен де жоғары деңгейде өтсін деп шын тілекшіміз. Осы жерде боламыз, 4 күн бойы қолдан келген бар көмек жасаймыз. Сосын бізде ең көп қойылатын сұрақ жалпы Қызылордада прямой эфир. Прямой эфир қалай болады? Тікелей эфир бұлдырап кетпей ме, бүйтпей ме, сөйтпей ме түсіндіріп беріп жатыр. 8 камера бұл поляда түсіреді, вар іште болады барлығы. Сосын жоғарыда әдеттегідей өзіміз білетіндей жоғарыда камера, сол жерде орында болады. Ойын жүргізетін азаматтар да сол жақта болады. Барлығы жағдай жасалған жалпы турнирге. Сол үшін осы жігіттер қазір түн демей, күн демей Еуразияның ішінде барлық жұмыстарды жасап жатыр. Комментатор 4 комментатор немесе 3 комментатор болады. Арнайы Құлсардан комментатор келатыр, Алматыдан комментатор келатыр, осы жергілікті комментаторлар барсыздар ғой сіздер, иншалла. Жергілікті де комментатор бар. Жергілікті 4 комментатор бар, соны кеше группа жазған, бөліп группада ойыннан отырамыз. Ойын алып не істеп отырамыз. Өйткені бұл жерде андай бөлмейміз да біз, анау мынандай деп. Енді барынша бізге жақсы жүргізетін адам керек қой, өйткені біз өзімізді дамыту үшін, ары қарай көтеру үшін, бірақ мүмкіншілік береміз андай. Командаларға берген сияқты мүмкіншілік қой. Неге Ташкентте болды ғой, Сен мен қасымда боласың ғой, Неге? GoPro алып келем. Сол күні ма? Блог жүргізем. Блог жүргізетін кезде. Сені барынша осы футзалға шақырғанбыз. Сосын өз жеріміз айтып жүрмін. Біздер де сол күні боламыз ғой. Өткенде мен жаңа Ерболаттың сөзінен есіме түсіп кетіп жатыр. Осы жерде май айында, мамыр айында КЭК деген турнир бар, КЭК кап турнирі болады. Сол турнирде мен Қазалының өзінің баяғыдан ойымда болған Қазалының командасын турнирге қойып, сыртта ойнап жүрген балдарын қойсам деп. Сол турнирге балдарды қойғанбыз. Сол кезде балдарға айтқам, если тройкаға кірсеңдер, әуелі алла Ақтауда болатын ханкапқа барамыз. Біз оны спонсорын табамыз, алып барамыз біз сендерді деп. Жігіттер енді 1-8 ойында Бесфера, бұл жақта Қожамберді деген команда бар, Бесфераның составына алып келген. Солардан ұтылып қалдық 3-2-ге.
сөйттік та енді біз құдай біздің аузымызға салып тұр ғой, жолдас балам бар, жантас екеуміз хан капқа біз сендерді апарамыз деп. бұйыртқанда сол турнир Ақтауда болмай Қызылордада болады. Иә. Бұйыртқанда сол турнирге бізге спонсор тауып ертең біз қатысайын деп отырдық сол турнирге. Ең соңғы болып еще оған қатысайын деп жатсыз. оған Еще спонсор Ақтаудан табылып тұр. спонсор Ақтаудан табылады ғой. енді қарсы бізде айтып жатыр да бәрі. Рамазан деген бізде магазин бар, үлкен не бар. Көбісі Қателеспесін. көбісі сол деп ойлап жатыр. Рамазан деген сол қолдап жатыр деп. Енді осы жерде айтып жіберейік. Қазалы Негізі жаңаөзен біздің болып қатысамыз. Қазалға 24-ші болып тіркелдік. Ең соңғы күні. Оған демеуші болып жатырған жігіт Ақтау жақтың жігіті дейді. Ертең дұрыстап таныстырамыз. Түсіну керек. Иә. Полный Иә, екіге бөліп жатыр, екі жаққа. Мына жерде қазір бірақ Ташкент пен Қазақстан қосылып жатқан бар. Ташкент, Қырғызстан, Өзбекстан 3 команда қосылып жатқан бар. Сөйтіп бірігіп жатыр. Бұл жерде біріккен ғой, жаңа бірігу деген мақсат. ойлашы, сол алып Қазалға қатысы жоқ жігіт біздің. Қазалы қатысы жоқ. Мен соны айтқым қолдау келіп білдіріп отыр. жатыр, қолдау Біз білдіріп осы күнге дейін жалпы біздің Қазалда облыстардың ішінде Қазалының футболын осындағы жергілікті халық жақсы біледі да. Біз алдыңғы турнирдің өзінде ағалардың есігін қағып кетіп кішкентай турнирге кішкене көмек беретін азаматтар табылмаған. Аллаға шүкір, өзіміз сияқты қарапайым жігіттер көмектесе сол турнирге. Енді не айтқымыз келіп отыр? Бізге Қазалының атын шығару үшін бұйыртып тұр екен. Ақтаудан Рамазан деген бауырымыз шығып көмектесіп жатыр. Бұйыртты. Қазалы мен Жаңаөзен бірігіп, өзіміз демеушілікті екіге бөлдік. Жартысын біз, жартысын олар деген сияқты ертең әуелгідай жергілікті жерде өзіміздің Қазалының жігіттері өнер көрсететін болады. Алдағы уақытта біздің таныс біліс аға бауырларға, құлақтарына алтын сырға өзіміздің жігіттерге өзіміз қолдау көрсетсек. Болды, аяқтайық онда. Барамыз. Айтасыздан бола ма? Болады міндетті түрде. Соңғы Сізге бәрі болады. Жалпы мен футзалды көп бақыламаймын, но Ташкентте Өзбекстан қабылдады әлем чемпионаты, әлем чемпионаты Иә. сол жердегі біздің қазақтардың Өзбекстанда, Ташкентте кәдімгі көшеде парад ұйымдастыруы, кәдімгі өте күшті деңгейде өтті. Біз барлық тиктокта 10 мың қазақ бардық қой ақа. тиктокта, инстаграмда барлық жерде, ректе барлық сол видеолар жүрді. Барлығы біздің туды көтеріліп алып, жаңағыдай бәрі барабандармен. Неге осыны Қызылордада ұйымдастырмасқа? Ұйымдастырамыз. Неге оны бізде өзімізде кәдімгі мәдениетті өзіміз бастамасқа осыны? Мысалы, осы турнир осы қалада болып жатыр ғой. Келесіде басқа турнир ұйымдастырып жатқан кісілер басқа қаладағы. Олар да соның челленджі алып кетсе. Бұл жанкүйерлік не оянады деген сөз. Ойым ғой енді. Адамның жанкүйерлік бір несі ояну керек. Алдағы уақытта болады. Тағы да өзге де бізде сұрақтар болды, бірақ енді оның бәрін біз ашып тастағымыз келіп отқан жоқ. Сіздер оның барлығын келіп көріңіздер. Осы жерде көріп отқан көрермендерге Дубайға, Турцияға жолдама бұйырсын дейміз. Сол билет Бірі мен екісі бірінен бастап кассадан мына жерден сатамыз. Билет кассадан келіп аласыздар, стоящий билетті тұрып билеттер барлығы осы жерде жағдай жасалған. Ештеңе уайымдамай, тек 4 күн футбол көр, демал, болды. Бұйыртса біз әлі де тағы да жасаймыз. Осымен қысқа нұсқа осы қалған тәтті жерлерін алып қалдық. Дастан өзі арнайы блог түсіреді. Ерболат бауырымызға, Елдар бауырымызға рахмет көп. Турнирге сәттілік. Рахмет сіздерге, қолдауларыңызға. Общем, Қызылордалық барша бауырларды күтеміз. Бұйырса. До конца қолдап жіберейік. Рахмет. Алла қаласа қолдаса, бұйырса ары қарай келесі жылдар жыл бар ғой. Мүмкін үлкен шоумен келеміз тағы да. Алла қаласа. Бұйырса. Күтеміз. Давай, сәттілік. Не айтылмай қалды, бәрі айтылды ғой. Сендер қойып отырса сұрақты білмейді. Біз андай қатты не қылып жүрмей қойып тұрмын. Турнир өткеннен қызығы, турнир өткеннен кейін